Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай және бір жұмыртқадан жасалынатын осындай жұп-жұқа құймақтар жасайтын боламыз. Видеоны қарау үшін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір жұмыртқамызға жарты қасық тұз, жарты қасық ас содасын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араласқан соң үстінен қантымызды салатын боламыз. Қантымызды салып тағы да араластырып, үстінен бөлме температурасындағы су мен сүтімізді қосатын боламыз. Толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын боламын. Сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Үстінен енді 2 үлкен қасықпен сұйық май қосатын боламыз. Барлығын араластырып жіберіп, енді 2-3 бөлікке бөліп ұн қосамыз. Біздің блинчиктеріміз әдемі шығуы және жұқа болып шығуы осы ұнмен араластырған сәтке байланысты. Жақсылап араластыру қажет, ешқандай да түйіршік болмауы керек. Барлығын жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Біздің массамыз осындай қою да емес, сұйық та емес, әдемі болып біркелкі болып шығуы қажет. Енді отқа тапамызды қойып, майлап жіберіп, блинчиктерімізді құятын боламыз. Менде кішкентай ожау болғандықтан бір ожаудан құйып пісірдім. Сіздердің ожауларыңыз үлкен болса, жарты ожаудан құйсаңыздар жеткілікті. Газдың қасынан кетпей, осылай 2 бетін аударып тұрып, жақсылап тұрып, барлығын қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл құймақтарды дайындауға небәрі жарты сағат уақыт кетеді. Егер де менің арнамды көріп отырсаңыз, менің видеоларым ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Біз осылай құймақтарымыздың бәрін пісіріп алдық. Осындай жұп-жұқа керемет болып шығады және дәмі де ерекше. Біздің құймақтарымыз дайын. Осындай көп және жұп-жұқа әдемі болып шықты. Енді тарелкамызға салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Өз қалауларыңызша сметанамен немесе вареньемен ұсынуға да болады. Екеуімен де қосып жей беруге болады. Дәмі де, түрі де ерекше. Біздің отбасымызға өте қатты ұнайды және әсіресе балаларыма. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.